поликлиникаға бардық, мына садикке апарайын деп, анализ тапсырып, бір бәле жинау керек қой. Өмір бақи қағаз үшін жұмыс істейміз ғой. Мен де қағаз үшін тапсырып жүрмін, олар да қағаз үшін өмір сүріп жатыр ғой. Қазір дәрігерлердің алдына бір компьютер беріп қойып, милары ағып отыр. Соларға жазушы деген ат беру керек. Дәрігер жазушылар деген ат беру керек. Өмір бақи жазу жазып отырады. Тоқтамай жазады. Жаза береді. Бір жерің ауырады десең 3 дәрі. Бір жерің ауырады десең 3 дәрі. Бір жерім ауырады деп айтуға қорқасың. Тағы 3 дәрі береді. Сонымен дәріге көміліп, мынандай қағазды алып шығасың. Қайсысын алсам екен деп. Іштен таңдап алып аламын мен. Бәрін алмаймын мен олардың бергенін. Поликлиниканың дәрігерлерінде қабақ ашылмайды ғой. Мә жындар ұстап отырады бар ғой. Бекер ауырдым. Құдай ай тек осының алдына келгенім ай тегі бекер ауырдым деп уайымдайсың. Ал ана платныйға барсаң ауырғаныңа қуанып қаласың. Жәндері қамай алдынан жүгіріп шығып, ой, миленькая такая, ну у тебя вот здесь вот этот мешочек же, ну у тебя же здесь болит же. На деп түсіндіреді ғой. Ауырғаныңа сондай қуанасың ғой. Мә қандай күшті. Мен де адам баласы, маған да бір қараш деп ана қарап атады ғой. Ана поликлиникаға барсаң ауру екеніңді мойындатамайсың. Ал анау платныйға барсаң бар ғой, сау екеніңді мойындатамайсың ғой. Екеуі бір-біріне қарамаған. Екі ортасынан бір поликлиника ашу керек. Жартылай платный, жартылай бесплатный ашу керек. Сол кезде реальный бір диагноз қоятын шығар бізге. Әйтпесе бар ғой, жынды боласың. Айнаға барсаң жүрегің де ауырады, в общем, қалай жер басып жүргенін білмейсің ғой. Дәрігерлер туралы айтсаң шырпыр болады. Ой, сендерді бүйтіп жатырмыз, ақ халатты абзал жандарымыз осыдан шырылдап келесің ғой алдымызға деп. Рас. Шырылдап барамыз ғой енді. Рас. Енді таза мысал айтайын. Сүріп алуға ұялдым. Өзіміздің поликлиникада бір врач. Қаралдық. Қабағы ашылмай, көдей, пөдей деп қарады, жіберді. Құрсын енді, дауласпайық, жауласпайық, платныйға барайық. Платныйға барсақ, сол жерде анау отыр. Әй, мынау мынаяқта отқан адам ғой. Сөйтсем, бұлар әр жерде жұмыс істей алады екен ғой. Сөйтіп, отқан адам, оны көргенбіз біз лечениясын десек, қоя беріңіз, бұл қазір сізге басқаша қарайды. Ал, для интереса кіріп көрсек деп, кіріп көрсек, өз жерде ол қабағы ашыңқы, жүзі жайдары, былай, анаяқта отқанда бетімізге қарамаған, мынаяққа енді бетімізге қарап, басқаша сөйді. Анаяғың не, мына аяғың не? Адамгершіліктен айырылмау керек қой. Не дейсің енді? Жолсасың ба? Басқаға күлесің. Уже көңіл қаған анаяқтан. Енді наяққа келіп айбат қылып айтқан қайтеміз. Мемлекетке де жаман айырылып отқан жоқ қой. Адамгершілік керек қой енді, басқа не